Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер? Бүгін біз сіздермен осындай пайдалы тәттілерді жасап үйренеміз. Пайдалы дегенім, бұл жеміс пастилалары. Бұл пастиланың құрамында тек қана жемістерден жасалады, яғни 100% табиғи өнім деген сөз. Пастилалардың құрамы да жасалуы да оңай. Тек қана жемістерді езіп пюреге айналдырып кептіреміз. Бұл өнім бесіктегі баладан бастап үлкен қарияларымыздың ағзаларына өте пайдалы тұнып тұрған витаминдер. Пастиланы біз кез келген жеміс жидектерден, тіпті көкөністерден де жасауымызға болады. Бүгін біз сіздермен шабдалыдан пастила жасайтын боламыз. Кез келген пастиланың негізгі құрамы ол пісірілген алманың пюресі. Біз алманы духовкада пісіріп алуымызға болады, немесе асығыс кезде мен сияқты микроволновкаға пісіріп алсаңыз болады. Әрдайымғыдай құрамын, керекті мөлшерін описанияға қалдырамын. Піскен алмаларымызды үстінен керекті жемісімізді саламыз. Біздің жағдайымызда шабдалыны салып, блендермен жақсылап біркелкі масса болғанша блендерлейміз. Дайын болған пюремізді осындай сушилканың поддондарына құямыз. Кепкен пастила түбіне жабысып қалмау үшін поддондарымызды жақсылап майлап шығамыз. Енді пюремізді құйып, ақырындап барлық жағына біркелкі етіп жайып шығамыз, лопаткамен немесе қасықпен. Енді арасы тығыз болып ауа қалмау үшін осылай видеодағыдай сілкілейміз. Міне біркелкі етіп жайып алдық. Енді мен сушилкаға қойып кептіремін, бірақ бұл міндетті емес. Егер сізде сушилка болмаса, духовкада немесе күннің астына қойып кептірсеңіз болады. Мінекей біздің пастиламыз дайын болды. Барлығы түгелдей кепкен, беті жылтырап, әдемі иісі шығып тұр. Мінекей жалпы пастиланың дайын болғанын қалай білуге болады? Ұстаған кезде барлық жері құрғақ болады, және де жылтырап иісі шығып тұрады. Мінекей алынған кезде оңай алыну тиіс. Егер толықтай кеппесе, астына жабысып қалады. Ол кезде не істейміз? Қайтадан сушилкаға қойып, бетін тегістеп жібереміз. Арғарай керекті уақыттан соң алып, қаласаңыз бүтіндей, қаласаңыз кез келген формаларға кесіп сақтауыңызға болады. Менен енді көбінесе клиенттер ассорти наборларын сұрайды, бокстарды. Сондықтан сіздерге соны көрсетейін. Әдемілігі үшін осындай фигурный қайшымен кесетін боламыз. Осылай 4-ке бөлеміз. Наборларға мен осылай кулек тәрізді етіп орап қоямын, немесе рогалики тәрізді ораймын. Ол жағын енді әркім өз фантазиясына қарай сәндей береді ғой. Мінекей бұл пастиламыз шие мен мятадан жасалған. Шие мен жалбыздың иісі айқын сезіледі. Өте дәмді пастила. Ал бұл тек қана шабдалының өзінен жасалған. Ал мынау қарбыз бен алмадан жасалған. Өте жұмсақ әрі жылтыр болып шыққан, дәмінде керемет. Сіздер де, құрметті көрермен, осылай түрлі жеміс жидектермен, тіпті көкөністермен де пастила жасап, балаларыңызды, жақындарыңызды пайдалы тәттілермен қуантыңыз. Видеом пайдалы болып соңына дейін көргеніңіз үшін көп-көп рахмет. Сіздермен бірге болған Нағима Сүннунқызы. Келесі видеоларда жолыққанша қош сау болыңыз.